Адам өлтіруден әлем чемпионы атанған ел қылмыскерлер саны бойынша рекордсмен болды. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Сальвадорда 40 мың адамға арналған мега түрменің ашылуы туралы жаңалықтар бүкіл әлемге таралды. Түрме Эль-Сальвадор президенті Найиба Букеленің елді көше бандыларынан тазарту жоспарының бір бөлігі болып табылады. Ол соңғы уақытқа дейін жан басына шаққандағы кісі өлтіру бойынша әлемдік рекордқа ие болды. Құқық қорғаушылар Букелені қылмыспен күресте азаматтық құқығын шектеді деп айыптайды. Террористерді ұстау орталығы 2020 жылдың 31 қаңтарында ашылды. Ақпан айында оған Ла Эсперанса түрмесінен 2000 тұтқын ауыстырылды. Мега түрме және супер түрме деген лақап аты бар жаңа түрме 40 мың адамға арналған. Террористерді ұстау изоляторында 8 ғимарат бар. Әрбір тұрғын үйде 32 үй ашық бар. Күзет түрме бөлімінің 1000-нан астам қызметкері, 600 әскери қызметкер, 250 полиция қызметкері және де 19 қарауыл мұнарасы, кернеу 15 мың вольт тікенді сым қоршаулары бар. Түрме толы болса, ол тұтқындар саны бойынша әлемдегі ең үлкен түрмеге айналады. Кейбір мәліметтерге сәйкес 10 мың тұтқынға арналған Сальвадорлық Эсперанса түрмесі ақпан айына дейін 33 мыңға жуық адамды ұстады. Сальвадордан тыс жерде тұтқындардың ең көп саны Филиппиндегі Нью-Билибит түрме кешендерінде 29204 және Түркиядағы Мармарада 23324 тұтқындар қамауға алынған. Өткен жылы Сальвадорда ел президенті Найиб Букеленің көшедегі бандаларды жою саясатына байланысты тұтқындаулар толқыны өтті. 2021 жылы елдегі 20 түзету мекемесінде 35976 тұтқын болған. Қазіргі уақытта әртүрлі есептерге сәйкес 70 мыңнан 100 мыңға дейін адам темір тордың ар жағында отыр. 100 мың тұрғынға шаққандағы тұтқындар саны бойынша 605 адам. Сальвадор өткен жылы әлемде бірінші орында тұрды. Енді бұл көрсеткіш 100 мың тұрғынға 1000 тұтқынға жақындауы мүмкін. Егер Сальвадорлық El Faro интернет басылымының негізін қалаушы Оскар Мартинестің бағалауы дұрыс болса, және қазіргі уақытта Сальвадор түрмелерінде 100 мыңға жуық адам отыр. ақш-та бұл көрсеткіш 3 есе, Ресейде 5 есеге төмен. Financial Times газетінің қызметкерлері жаңа түрменің спутниктік түсірілімін талдай келе, егер ол 100% толған болса, әрбір тұтқынға 0,16% шаршы метрден келеді деген қорытындыға келді. Азаптау мен адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекет пен жазалаудың алдын алу жөніндегі Еуропалық комитет жалпы камераларда бір тұтқынға кемінде 4 шаршы метр болу керек деп кеңес береді. Халықаралық Қызыл Крест 3,4 шаршы метрді ұсынады. Аумағы 100 шаршы метр болатын супер түрме камерасында 100-ден астам адам орналасады, және оларда тек 2 қол жуғыш пен 2 дәретхана болады. Банда мүшелерінің түрмеде жазасын өтеу мерзімін ескерсек, олардың көпшілігі 10 шақты жылдар бойы осындай жағдайда өмір сүруге мәжбүр болады. 1979 жылдан 1992 жылға дейін Сальвадор ақш қолдайтын үкімет пен Никарагуа, Куба және КСРО қолдайтын солшыл Фарабунда Марти ұлттық азаттық майданының көтерілісшілері арасында азаматтық соғысты бастан кешірді. Соғыс Чапультепек бейбітшілік келісіміне қол қоюмен аяқталды. FMLN заңды парламенттік партияға айналды. Азаматтық соғыс аяқталғаннан бері Сальвадордың саяси өмірі негізінен екі партияның оңшыл консервативті ұлттық республикалық альянс және FMLN арасындағы бәсекелестікпен анықталды. Арена 2009 жылға дейін билікте болды, кейін оппозицияға өтті. FMLN келесі 10 жыл бойы билік етті. 2019 жылы екі партияның кандидаттары президенттік сайлауда жеңілді. Ел астанасы Сан-Сальвадордың бұрынғы мэрі Найиб Букеле жеңімпаз атанды. Ол ұлттық бірлік үшін кең альянс партиясынан сайлауға түсті. Ол 2009 жылдың 3 ақпанда өткен бірінші турда 53,1% дауыс жинап жеңіске жетті. Найиб Букеленің және де басқа да кандидаттардың сайлау алдындағы негізгі уәделерінің бірі көше бандаларына қарсы күрес болды. Бұл туралы басқа президенттікке үміткерлер де айтты. Бандалармен күресу жоспарларын Букеледен бұрынғы президенттер де жариялады. Алайда олардан айырмашылығы Сальвадордың қазіргі президенті сайлау алдындағы уәдесін орындауда. Сальвадордың қылмыстық әлемінде екі көше бандалары басым. Испан тілінің жергілікті диалектісінде олар Мара деп аталады. Мара Сальватруча. Сальвадордағы азамат соғысы кезінде 1 миллионнан астам адам елін тастап кеткен. Олардың көпшілігі Мексикаға және ол арқылы Америка құрама штаттарына қашып кетеді. 500 миллионға жуық сальвадорлық босқын Америка құрама штаттарында қоныстанды. Олардың ең үлкен қауымдастығы Лос-Анджелесте болды.
Америка құрама штаттары Сальвадор үкіметін қолдағандықтан бұл елден қашқандарға саяси баспана берілмеді. Олардың барлығы дерлік заңсыз иммигранттар болып саналды. Лос-Анджелесте Сальвадордан және басқа Латын Америкасы елдерінен келген жас иммигранттар бастапқыда басқа этникалық жастар топтарынан қорғау үшін көше бандаларын құрады. Содан кейін мексикалықтар одақтас болады. Банда атаулардың қалай пайда болған туралы бірнеше нұсқалар бар. Марабунта деген сөздің қысқасы. Латын Америкасындағы көшпелі құмырсқалар осылар аталынады. Жолындағының бәрін жейді делінген. Сальвадорда 1954 жылы көшпелі құмырсқалар ақырған кезде деген атпен жергілікті жерде көрсетілген жалаңаш джунгли американдық фильмі бір кездері танымал болды. Жергілікті тұрғындар көшпелі құмырсқадай бірін-бірі қорғайтын достар тобын Мара сөзін қолдана бастады. Сальватруча сөзінде бірінші бөлік сөзсіз Сальвадор сөзінен шыққан. Труча испан тілінен фарель деп аударылады, бірақ Латын Америкасының әртүрлі елдерінде оның басқа да мағыналары бар. Яғни адам гей, әділет үшін күресуші дегенді білдіреді. Сальвадор тұрғындарының сленгінде ол шамамен орысша блатной сөзіне сәйкес келеді. Банданың алғашқы мүшелері түрмеге түсе бастағанда, олар сол жерден одақтастарды мексикалық Ла Эме мафиясының мүшелерін тапты. Екінші банданың атын Баррио 18, яғни 18-ші блок немесе Келлы 18 көсе деп атады. Бұларды түсіндіру оңай. Оның отаны Лос-Анджелестегі 18-ші және Юниондық көшелер арасындағы аймақ. Банда құрамында сальвадорлықтармен бірге мексикалықтар, сондай-ақ Никарагуа мен Гондурас азаматтары бар. Сальвадордағы азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін көптеген сальвадорлықтар Америка құрама штаттарынан өз отанына оралды. Ал MS-13 және Баррио 18 Сальвадорда қылмыстық әрекеттермен, яғни есірткі саудасы, рекетпен, адам саудасымен айналыса бастады. Екі бандада Сальвадорда ғана емес, ақш, Канада, Гватемала, Гондурас елдерінде де белсенді. Әрбір банданың саны шамамен 65-70 мың адамға бағаланады. Бастапқыда екі топ тату-тату өмір сүрді. Олардың арасында араздық қашан және қандай себеппен туындаған нақты белгісіз. Романтикалық нұсқа бойынша бұл бір қыздың кесірінен болған деседі. Басқа нақтырақ нұсқаға сәйкес, колумбиялық кокаин Америка құрама штаттарына тасымалданатын шағын елде екі банданың тіл табысу қиын болды. Бандалардың ықпал ету салалар үшін күресі құрбандары көп болған нағыз соғысқа әкелді. 2005 жылы Баррио 18 бандасында түрмеде отырғандар мен бостандықта жүргендер арасында бөліну орын алды. Екі фракция пайда болды, яғни революционерес, революционерлер және суренес, оңтүстік дегенді білдіреді. Бөліну Сальвадордан асып кетпеді. Басқа елдерде Баррио 18 бір тұтас ұйым болып табылады, ал Сальвадорда екі фракция MS-13-ке қайшы келеді. Азаматтық соғыс аяқтағаннан кейін Сальвадор қару-жараққа толы болды. 1994 жылы Орталық Америка университетінің қызметкері Хосе Мигель Круз жасаған бас прокуратураның статистикасы бойынша елде 7673 кісі өлтіру оқиғасы болған. 100 мың адамға шаққанда 138,2%. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіш болды. Екінші орында тұрған Колумбияда елде азаматтық соғыс жүріп жатқанына қарамастан, олардың саны 2 есеге жуық, яғни 71 болды. 1990 жылдардың соңына дейін Сальвадордағы кісі өлтіру саны жыл сайын азайып отырды. 1999 жылы 100 мың халыққа шаққанда 65-78. Бірақ бұл көрсеткіш бойынша ел әлі де әлем чемпионы болып қала берді. 2000 жылы Сальвадор бірінші орында Колумбиядан ұтты. 2002 жылы Сальвадорда 100 мың тұрғынға шаққанда 47,55 кісі өлтіру тіркелді. Бұл азаматтық соғыс аяқталғаннан бергі ең төменгі көрсеткіш. Бірақ 2003 жылы кісі өлтірулер саны қайта өсе бастады. Арена партиясының өкілі президент Франсиско Флоренс Манодура күшті қол жоспарын ашты. Полиция мен армия қылмыс көп орын алатын аумақтарды патрульдер жұмыстарын бастады. Күдіктілерді сырт қабілетіне қарай қамауға алуға мүмкіндік беретін заң енгізілді. Банданың мүшелігін көрсететін татуировкалар арқылы. Халық жоспарды мақұлдады. Оппозиция мен құқық қорғаушылар оны адам құқықтарының бұзылғанын және жоспарда қылмыстың алдын алу, қылмыстық топ мүшелерін оңалту және әлеуметтендіру шараларын қамтымаған үшін сынға алды. Күшті қол аренаға 2004 жылғы президенттік сайлауда жеңіске жетуге көмектесті. Барлық жоспарларға қарамастан, Сальвадордағы кісі өлтірулер саны көбейе бастады. Елдің бәсекелесі пайда болды. Ол көршілес Гондурас елі. MS-13 және Баррио 18 бұл елде де көше соғысын жүргізді.
Түрлі дереккөздерге сәйкес 2009 немесе 2010 жылдары Гондурас жан басына шаққандағы кісі өлтіру саны бойынша әлемде бірінші орынға шығып, Сальвадорды екінші орынға итермеледі. Сальвадорда FMLN билікке 2009 жылы келді. Президент Маурисио Фунес армияға көшедегі бандалармен күресу үшін көбірек өкілеттік берді, бірақ бұл көмектеспеді. 2012 жылы билік шіркеу және бандалар ұлы бітім орнатуға жасырын келісті. Қарақшылар бір-бірін азырақ өлтіруге уәде берді. Бұл үшін билік банда мүшелерін темір тордың ар жағында ұстау жағдайларын жақсартты. 2012 жылдың наурыз айында El Faro интернет басылымы жоғарғы шенді 30 бандит қатаң режимдегі түрмелерден жалпы тәртіптегі түрмелерге ауыстырылғаннан кейін мұндай келісімнің болуы туралы ұсыныс жасады. Билік бастапқыда қылмыскерлермен келіссөздер жүргізу фактісін жоққа шығарды, бірақ 6 айдан кейін шіркеу мен бандалардың өкілдері мұны жасағаннан кейін мойындады. Ұлы бітімнің арқасында кісі өлтіру саны 40%-ға азайып, 2013 жылы 100 мың халыққа шаққанда 40-та-1 тарихи ең төменгі деңгейге жетті. Бірақ татулық ұзаққа бармады. 2014 жылдың көктеміне дейін бандалар күшпен қару-жарақ жинап, бірін-бірін бұрынғыдан да белсенді түрде жоюға кірісті. 2015 жылдың наурыз айында ауыр рекорд орнатылды. 3 күнде 72 адам атыс қаруынан қаза тапты. Бір жылдағы басқа елдердегіден өте көп. 2015 жылы кісі өлтіру саны бейбіт уақытта ең жоғарғы болды. 100 мың халыққа шаққанда 105-23. 2016 жылдың сәуірінде парламентте төтенше шаралар бір ауыздан қабылданды. Олар ең алдымен темір тордың ар жағындағы банда жетекшілерінің түрмеден қылмыстық операциялар жүргізуіне жол бермеуге бағытталған. 299 адам қатаң режимге ауыстырылды. Енді сот мәжілістері мен тергеу әрекеттерін жүргізу үшін тұтқындар түрмеден шығарылмайтын болды. Туған туыстарға бару азайды. Ұялы байланыс компанияларына күніне $750 мың айыппұл салу қаупімен түрмелермен байланысты үзуге бұйрық берілді. Сондай-ақ бас бостандығынан айыру орындарынан 500 метрден аз қашықтықта ұялы телефон мұнараларын орнатуға тыйым салынды. Ауқымды рейдтер тек қана топ мүшелерінің үйлерінде ғана емес, олар иелік ететін фирмалардың үй-жайларында да жүргізілді. Ірі сомалар тәркіленіп, банк шоттары бұғатталды. Кісі өлтіру саны азая бастады. 2017 жылдың қаңтарында таңғаларлық оқиға болды. 24 сағат ішінде елде бірде-бір адам қаза тапқан жоқ. Мұндай жағдай бұрын соңды болмаған. Ең болмағанда азаматтық соғыс пен бандалар пайда болғанға дейін болған емес. 2018 жылы Сальвадордағы кісі өлтіру деңгейі 100 мың тұрғынға шаққанда 52,11-ге дейін төмендеді. 2010 жылы Найб Букеле президент болып сайланды. 2010 жылдың 20 маусымында президент Букеле әкімшілігі аумақтық бақылау жоспарының күшіне енгенін жариялады. Жоспар 7 кезеңнен тұрады. Біріншісі дайындық кезеңі. Осы кезеңде полиция мен әскери қызметкерлердің саны көше бандаларымен ұйымдасқан қылмыс көп болатын аймақтарда көбейтілді. Билік елдегі 28 түрменің барлығын бақылауға алып, түрмеде отырған банда жетекшілері мен қалған банда мүшелері арасындағы байланыс желісін үзді. Президент 5 шілдеге дейін барлық түрмелерде төтенше жағдай жариялады. Түрме басшылығы туыстарымен кездесуден бас тарту және басқа да қатаң шаралар қабылдау құқығын алды. 22 және 23 маусымда 16 мыңға жуық қылмыстық топ мүшелері қатаң режимдегі түрмеге ауыстырылды. Бұл ретте 15 жыл бойы қолданыста болған бақталас топ мүшелерін бір түрмеге отырғызбау туралы ереже бұзылды. Қарсыластар бір түрмеге ғана емес, сол камераларға да жіберіле бастады. 30 маусымнан 1 шілдеге қараған түні Мексиканос қаласында қылмыстық топтың 3 мүшесі полицияның ұлттық азаматтық тергеушісі Хосе Дуглас Мореноны атып өлтірді. Морено өзін қорғай отырып, шабуылдаушылардың бірін өлтіреді. Президент Букеле дереу әрекет етті. Барлық түрмелер жабық болды. Тұтқындарға қандай да бір себептермен камерадан шығуға тыйым салынды. Түрмелердегі төтенше жағдай мерзімі белгісіз мерзімге ұзартылды. Президент түрмелердің бас директоры Осирис Луна Месагаға түрмелердегі барлық байланысты үзуді бұйырды. Бұған түрмеден ақша тапқан телефон компаниялары қарсы болды. Өйткені әрбір тұтқын айына $100 дейін телефон соғуға құқылы болды. Наразылықтар көмектеспеді. Түрмелердегі телефон кабиналары бөлшектеліп, ұялы байланыс толығымен жабылды. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары президент Букеленің әрекетін сынға алды. Жоспардың екінші кезеңі жастарға еңбек нарығына сұранысқа ие мамандық алу мүмкіндігін беру арқылы қоғамдастықты әлеуметтік қайта құруға бағытталды. Яғни көшедегі бандаға қосылудың баламасын жасау. Осы мақсатқа жету үшін мемлекет әлеуметтік көмек пен мүмкіндіктің қалалық орталықтарын құруды бастады.
Үшінші кезең құқық қорғау органдарын жаңғырту, оларды дрондармен, түнде көру құрылғыларымен және бейнекамералармен жабдықтау. Төртінші кезең 2021 жылдың шілдесінен бастап қылмысқа бейім аймақтардағы әскери қызметкерлердің санын 5 жыл ішінде 20 мыңнан 40 мыңға дейін арттыру. 2022 жылдың 23 қарашасында президент Букеле жоспардың 5-ші кезеңінің басталуын жариялады. Олар бақылайтын аумақтардан банданың барлық мүшелерін жою керек болатын. Президенттің айтуынша, қылмыскерлердің 10%-ында бостандыққа шығаруға болмайды. Әйтпесе, бандалар бұрынғы санына дейін қайта өседі. Жоспардың 5-ші кезеңін жүзеге асыру барысында елдің кейбір аудандары қоршауға алынды. Ол бандаларға қатысы бар деген күдікпен жергілікті тұрғындардың барлығы ұсталғанға дейін сақталды. Жоспардың 6-ші және 7-ші кезеңдер құпия болып табылады. Олардың мазмұны тек президенттің өзі және оның әкімшілігінің кейбір мүшелері біледі деп есептеледі. Сондай-ақ бұл құпия үкімет мүшелері мен MS-13 бандасының түрмеде отырған жоғары лауазымды мүшелер арасындағы тұрақты келіссөздер фактісі болды. Бұл құпияны El Faro интернет басылымы тағы ашты. Келіссөздер 2019 жылдың шілде айында өтті. Кісі өлтіру санын азайтудың орнына қарақшылар қосымша артықшылықтар беруді, сондай-ақ биліктің әртүрлі бандалардың адамдарын бір камераға орналастыру туралы шешімді бұзуын сұрады. Президент Букеле келіссөздер жүріп жатқанын жоққа шығарды. 2022 жылдың 26 наурызында Сальвадорда ауыр антирекорд орнатылды. Bir күнде 62 адам өлтірілді. Олардың көпшілігі банда мүшелері. Келесі күні кезектен тыс сессияға жиналған Сальвадор заң шығарушы ассамблеясы президенттік өтініші бойынша елде төтенше жағдай жариялады. Сальвадор конституциясына сәйкес төтенше жағдай кезінде бірқатар азаматтық құқықтар жойылады. Жиналыстар мен бірлестіктер бостандығы, хат алмасу және телефон арқылы сөйлесу құпиясы. Сондай-ақ қамауға алынғандардың құқықтары жойылады. Қамауға алу себебін анықтау, заңмен қорғалуы, тиісті процесті жүргізу, куәлік беруден бас тарту. Президент Букеле билігінің бірінші толық жылы болған 2020 жылы 100 мың халыққа шаққандағы кісі өлтірудің рекордтық төмен көрсеткіші тіркелді, яғни 20 адамға. 2021 жылы 18-де 1 адамға тең болды. Полиция қамауға алу үшін заңда көзделген екі негіздің ешқайсысы қамауға алу ордері немесе қылмыскерді қылмыс орнында ұстау қажет емес. Айыптаусыз ұстаудың ең ұзақ мерзімі алдымен 78 сағаттан 15 тәулікке дейін ұлғайтылды. Кейін бұл шектеу алынып тасталды. Қылмыстық кодекске және бандылыққа қарсы заңнамаға толықтырулар енгізілді. Бандыларға мүше болғандарға жаза қатайтылды. Қарапайым мүшелер үшін 20 жылдан 40 жылға дейін бас бостандығынан айыру, басшылық үшін 45 жылға дейін бас бостандығынан айыру, жасалған үшін кәмелетке толмағандар айыптауға рұқсат етілген заңсыз ұйымға жататын жаңа қылмыс ұғымы енгізілді. 16 жастан 18 жасқа дейінгі адамдар үшін ең жоғарғы жаза 20 жыл, 12 жастан 16 жасқа дейінгілер үшін 10 жыл бас бостандығынан айыру. Көше топтарының символдары бар граффитиге тыйым салынды. Бандалар олардың қызметі және олардың құрбандары туралы ақпаратты баспасөзге таратуға тыйым салынды. Тіпті баспасөз бостандығы да жойылды. Төтенше жағдай енгізілген алғашқы 2 айда 36.277 адам, 31.163 ер адам және 5.114 әйел адам қамауға алынды. Төтенше жағдай бастапқыда 1 ай мерзімге жарияланды. Кейін парламент оны бірнеше рет ұзартты. 2023 жылдың 14 ақпанда ол 11 рет ұзартылды. 2022 жылы 100 мың халыққа шаққанда кісі өлтіру саны рекордтық төмен 7-8 болды. Бұл шамамен ақш деңгейінде және көршілес Гондураспен салыстырғанда 4 есеге төмен болды. 2023 жылы ағымдағы үрдістер сақталатын болса, бұл көрсеткіш тағы 3 есеге 2,4-ке дейін төмендейді деп күтілуде. Бұл мысалы атап айтатын болсақ, Латвия мен Литваға қарағанда өте төмен. Сальвадор өмір сүрген уақыт ішінде елде бұндай ешқашан тыныш болған емес. Тіпті El Faro интернет басылымы да Сальвадор бандыларының жеңілгенін мойындады. Бұл ретте халықаралық құқық қорғау ұйымдары Сальвадор билігін адам құқықтарын ауқымды түрде бұзды, заңсыз қамауға алу, тұтқындарды қатыгездікпен қарау және азаптау үшін айыптайды. Сальвадор түрмелерінде төтенше жағдай жарияланғаннан бері 100-ден астам адам қаза тапты. Сальвадор полициясының кәсіподақ ұйымы елдің әртүрлі бөліктеріндегі полиция қызметкерлерінің қамауға алу квотасын орындауды сұрап жатқанын айтты. Тұтқындау жоспарын жүзеге асыру нәтижесінде жазықсыз адамдар темір тордың ар жағында қалды. Көшелердегі плакаттар қырағы азаматтарды телефон арқылы қылмыстық топпен байланысы бар көршілер мен таныстар туралы жасырын түрде хабарлауға шақырды. Президент Букеле операцияның ауқымдылығына байланысты тұтқындаулардың шамамен 1% қате болуы мүмкін екенін, бірақ қателер түзелетінін айтып өтті. Осы видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамның аналда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар.
сіздермен болған архифакт арнасы.